Сәлем достар, сіздермен бірге мен мәлімет Арнас. Бүгін мен сіздерге егер бүкіл әлемді зомби басса не болады, соны өз болжам ретінде айтатын боламын. Видео басталмай жатып, арнайы тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар. Ал енді бастаймыз. Зомби қазіргі заманда өте танымал сын немесе өтірік кейіпкер. Бұл кейіпкерді біз киноларда көреміз. Ал енді ойланыңызшы, зомби шын өмірде. Ең бірінші ғалымдар белгісіз астероид жер бетіне келе жатқанын біледі. Және бұл ақш еліне тікелей келе жатқанын астероид. Адамдар әлі білмейді, тек қана билік басындағылар мен NASA компаниясы біледі. Жерге түсетін күні жақын. NASA компаниясы тез арада астероидқа қарсы ракета жасап жатыр. Шамамен арадан 2,5 ай өтті. Белгісіз астероидты адамдар көріп, паника болып жатыр. Адамдар видеоға түсіріп, әлеуметтік желілерге таратып, бәрі астероидтың түскенін көруге шығады. Бір сәтте NASA-ның жасаған ракетасы астероидқа ұшады. Астероид жарылады. Бірақ бөлшектері түсіп, адамдарды жарақаттайды. Арадан бір апта өтіп, ғалымдар астероидтың бөлшектерін зерттеп, адам өміріне қауіп төндіретін зомби вирус бар екенін біледі. Астероид жарылғанда ауаға вирус тарағанын біліп, карантинге адамдарды жауып тастайды. Бірақ өте кеш. Себебі астероид жарылғанына бір апта өтті. Адамдардың жартысына бұл ауру, яғни бұл вирус жұғып, естерінен аусылды. Кейбіреулері жын қаққаннан өздеріне қол жұмсауда. Бұл вирус адамдарға толықтай жұғады, және де тірі қалған адамдарды өлтіреді. Бұл вирус әлеуметтік желіде көп тарап, адамдар арасында хайп болуда. Көп ұзамай, атышулы вирус Еуропаға келуде. Әр елдің адамдары дұға оқуда. Жарты америкалықтар әскер жинауда. Ақыры вирус Францияға бірінші келді. Кейбіреулер бұл адамзаттың соңғы тарихы, соңғы жыл деп ойлауда. NASA вирусқа қарсы дәрі жасап жатыр, бірақ уақыт керек. Франциялықтар паникада. Америкалықтар жарты әскерін Францияға жібереді. Бірақ зомбилер де өте мықты. Францияның тірі қалған адамдары үйінде жасырынып отыр. NASA-да жоспар бар. Францияның тірі қалған адамдарын бір жерге жинап, Америка, Қазақстан, Россия, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан әскерлері мен басқа елге алып беріп, Солтүстік Кореяның президенті Ким Чен Иннің бомбасын алып, Францияға қалған зомбилардың көзін құртуға болады. Бірақ Францияның қасындағы елдерге қауіп бар. Достар, бұл жоспар іске аса ма? Зомбилардың көзін құрта аламыз ба? Оны келесі бөлімде көре аласыздар. Қазірше арнаға тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар. Ал енді сау болыңыздар.